Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен мен өзім көптен бері жасап келемін. Өте дәмді болады. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Ал сіздер видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін жылы суға тұз, қант, дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 200 грамм сары майға суымызды құйып, жаңа ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болдым. Енді оны 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Келесі кезекте самсаның ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Фарш және де ұсақтап туралған картоп, пияз және де қойдың майын ұсақтап турап саламыз. Картоп қосылғаннан кейін майды өзіне сіңіріп алады. Сол себептен ішіне май турап салып жіберіңіздер. Сонда самса жақсы болады. Енді татымына қарай тұз және де бұрышты салып, жақсылап салманы араластырамыз. Ішіне салатын салмамызды және де қамырымызды дайын. Енді оны жақсылап жайып аламыз қамырымызды. Одан кейін арнайы жаңағындай кескішпен кессеңіздер де болады, немесе домалақ қандай да бір формамен, кесемен кессеңіздер де болады. Қандай да бір формамен кесіп, самсамызды жақсылап әдемілеп түйіп аламыз. Самсалардың барлығын түйіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын және де күнжіт немесе мақ сепсеңіздер де болады. Одан кейін қызып тұрған пеште 180-200 градус аралығында 30 минуттай пісіреміз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Тіркелген болсаңыз, менің рецептерімді бірінші болып көретін боласыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.